Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге сендегі олжа арнасы. Бүгінгі көрсетілімде ұлы Чосон империясы қалай күйреді, Жумоң жайлы халық арасында қандай аңыздар жүр, Когуре мемлекетін кім құрды? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы бейнероликтерімізде талқылайтын боламыз. Когуре біздің заманымызға дейінгі 37-668 жылы Қытайдың шығысында орналасқан ертедегі үш феодалдық мемлекеттердің бірі. Арғы тегі Чосон династиясынан бастау алатын қазіргі Корей мемлекеті Чосон империясының тікелей ізбасарлары Бекче, Кая, Сила, Когуре ата тегі бір мемлекеттер еді. Қазіргі Корея мемлекетінің атауы сол кездегі Когуре атауымен тікелей байланысты. Когуре атауы кейіннен Коре сөзіне қысқарып, сол қысқартылған сөзден Корей атауы шыққан. Корей түбегіндегі 2000 жылдан астам уақыт билік билеген ұлы Чосон династиясы оңтүстік батыста Мұза темір құрсанға хан династиясы ашқан бір жылдық соғыс нәтижесінде Чосон империясы хан империясынан ойдай күйреп жеңілді. Чосон династиясының жергілікті тайпа кіші мемлекеттерге және де хан династиясылық шекаралық аймақтар етіп бөлінді. Олар Накран, Индун, Чиндун, Хэндугун және де Кусванту мемлекеттік әскери шекаралық аймақтар болып жарияланды. Қиналған Чосон халқын хан әулеті өз жерлерінен бездіріп, оларды құлдыққа сатып, адам сенгіс аяушылықсыз қинап өлтірді. Осы езгі салдарынан халықтың арасынан көптеген бас көтеру толқулар болып, аймақтық Кусванту және де Чолбон жазықтарында көптеген көтеріліс соғыстар болған еді. Соның нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 37 жылы Тон мен Ван халықты езгіден азат етіп Когуре мемлекетінің негізін қалайды. Кейбір Корей мемлекеттерінің деректерінде Когуре мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 277-668 жылдар аралығында шығыста билік жүргізген ең ірі мемлекеттердің бірі екен деп беріледі. Өздеріңіз білетіндей, Когуре мемлекетінің астанасы Чумон хан Ванның кезінде Чолбон, оның ұлы Юри кезінен бастап Кунне қаласына ауыстырылады. Кейіннен жылдар өте Когуренің күшейіп әлсіреуіне байланысты астаналары тұрақсыз ауысып отырады. Арада жылдар өтіп Когуренің соңғы астанасы ретінде қазіргі солтүстік Корея астанасы Пхеньян қаласы сақталады. Біз көріп жүрген 2006 жылғы Корей сериалы оңтүстік Корея режиссерлар жағынан түсірілген Ханзада Жумоңды аңыз бен деректер бойынша Чумон сөзімен ауыстырады. Чумон Корей мифологиясында Когуре мемлекетінің негізін қалаушы, Ко әулетінің арғы бабасы. Чумон туралы аңыздар негізінен Пуйо мемлекетінің негізін қалаушы Тонмён туралы аңызбен үндес. Ертедегі жазбаларда Чумон туралы аңыз Тонмён аңызынан жеке айтылған. Бірақ 12-13 ғасырда дерек көздер екі аңыз бірігіп Тонмён Чумон туралы аңыз Хэбуру және де Кэмба, Хэмосу, Люхва аңыздардың жалғасы болды. Тонмён атауы Чумонның өлгеннен кейінгі храмдық аты болды. Лигубаның Тонмён Ван поэмасында айтылатын аңыз бойынша Хабектің қызы Люхва аспан билеушісінің ұлының заңсыз әйелі болған. Оған күн сәулесі түскен соң оң қолтығынан жұмыртқа дүниеге келген. Ат қораға тастаса, аттар оған тиіспейді. Жұмыртқаны адам аяғы баспаған тауға апарып тастайды. Дегенмен аңдар жұмыртқаны қорғап күзетеді. Үнемі ол өзінен жарық сәуле шашып тұрады. Жұмыртқаны анасына қайта әкеліп береді де жұмыртқаның ерекше бала пайда болады. Ол бала кезінен садақ атудан алдында жан салмайды. Сондықтан оған Чумон Пуйо тілінде керемет мерген деген ат беріледі. Пуйо билеушісі Кымваның ұлдары Чумонның ағалары қызғаныштан Чумонды ағашқа байлап олжасын тартып алады. Ағашты тамырымен қопарып Чумон үйіне қайтып оралады. Чумон Чолбон Чхон Фейжу жеріне келіп астанасының негізін қалады. Капсин жылында, яғни біздің заманымызға дейінгі 37 жылы Чумон 22 жасында таққа отырады. Мемлекеттік Когуре деп атады. Хэ тегін ауыстырып Ко биік деген тегін алады. Аңыз бойынша Чумонның билігінің 19 жылында аспанға көтеріліп кері қайтпайды. Аспан қалауымен Чумонның үлкен ұлы Юри таққа отырады. 6 ғасыр Пхеньянда Чумон құрметіне тұрғызылған ғибадатхана оған ата-баба рухы ретінде табынған. Арнада видеоны лайк басып, жанында тұрған қоңыраушаны қолданып, келесі бейнероликтерден хабардар бола аласыздар. Келесі видеода жолыққанша қош аман сау болыңыздар.